Алла тағала мына бір аяттарын алып келіп түсіндіреді. Әуәләм ярау, олар қарамайды ма? Иля ма халақаллаху мин шайин, қандай бір нәрсені Алла тағала жаратса да, ятафайяу зилалуху анил ямини ва шамаили суджадан лиллахи ва хум дахирун. Алла тағала қандай нәрсе жаратса да, күн түскен кезінде оның көлеңкесі оң жағынан бір шығып, сол жағынан бір шығып Аллаға сәжде қылады. Олар осылайша әрдайым содан таймайды дейді. Бұл сөзді ғалымдарымыз түсіндіріп айтады. Күннің оң жақтан бір шығуы, таңертең шығып ауы, сол жақтан бір шығуы, түстен бер қарай ауы, бұның барлығы көлеңкенің сәждесі сияқты түсіндіріп берді Алла тағала дейді. Уақыттың өзі Аллаға бағынады, сәжде қылады деген мағына бағынады, құлшылық етіп басын иет дегені. Көлеңкенің өзі Аллаға басын исе өмір бақи. Және Алла тағала не жаратса да соның көлеңкесіне шейін оған басын исе деген сөз қалай деп түсінер едіңіз? Тағы айтамын, Алла тағала қандай нәрсе жаратса да оның көлеңкесіне шейін Аллаға бас иеді. Сіздің өзіңіз Құдайды танымасаңыз да бас иіп жатсыз. Қалай? Оны түсіндіреміз ғой, бір ғалымда әдем өзінің бір кітабына түсіндіреді. Ислам деген сөз бойсыну, бағыну деген сөз. Мұсылман деген сөз бағынушы деген сөз. Араб тілінен алынған сөзді. Әслама юслиму, әслим, тәслим деген сөз. Мұсылман деген сөз бағынушы деген сөз. Ал енді бүкіл әлемге қарашы дейді. Барлық нәрсе белгілі бір заңға бағынады. Дұрыс па? Күн өзінің траекториясымен жүреді. Ай өзінің траекториясымен жүреді. Жер де сондай, жел де сондай, жаңбыр да сондай, бәрі бір заңдылыққа бағынады. Жердің тартылыс күші, бір нәрсенің күші, кері итеру күші, анандай уақыт, сағат, минут, өлшем бірліктері, бұның барлығы нені білдіреді? Шекараны білдіреді. Сағат деген шекара ғой. Оң жақ, сол жақ деген шекара ғой. Өлшем бірліктері метр, сантиметр, дециметр, километр, фут, ярд. Бұның барлығы шекара ғой. Шекара деген сөз тәртіп. Тәртіп деген сөз заң. Заң деген сөз бағыну емес па? Бүкіл әлем табиғаттың заңына бағынса, адам да, Құдайға сенбейтін адам да табиғаттың заңына бағынады. Табиғаттың заңына сіз қаласаңыз да, қаламасаңыз да бағынасыз. Сәби кезіңізде сәби боласыз, өсесіз, өнесіз, тісіңіз шығады, қайттан тісіңіз түседі, шаш шығады, үлкейесіз, ер жетесіз, қайттан қартаясыз, көзіңіз соқыр болса, шашыңыз түсе бастайды, тісіңіз түсіп қалады, беліңіз иіледі, ақыры көрге кіріп кетесіз. Қалайсыз ба, қаламайсыз ба, сол нәрсе болады. Дұрыс па? Жоқ, мен ондай деп қасарысып көріңізші, не істей аласыз? Көзбен көресіз, құлақпен естесіз. Бір адам жер бетінде айтпайды, мен бүгіннен бастап көзіммен көрмейтін болдым. Енді мен қолыммен көрем деп айтамайды. Мен енді бүгіннен бастап басымменен жүрем деп айтамайды. Сіз қаласаңыз да, қаламасаңыз да табиғаттың заңына бағынасыз. Ауаны жұтпай көріңізші, көрейік. Табиғаттың заңына бағынбайтын адам. Ауасыз өмір сүріп көрсеңізші өз бетіңізбенен. Ауаны ойлап тауып, жаңадан бір. Жоқ, бағынбай тұра алмайсыз. Сіз Құдайды танымаймын, маған Құдай керек емес десеңіз де, сіздің дене мүшеңіз, бүкіл барыңыз, сіздің көлеңкеңізге шейін Құдайға сәжде қылады. Не деген Алланың құдіретін көрсететін аят, Сіз жер бетінде қандай зат болса, оның көлеңкесіне шейін сәжде қылады деген сөз, мен ойлаймын, керемет мағынаменен жеткізілген дүние. Ары қарай ойлаудың да қажеті жоқ, бәрі айтылды деген сөз.